Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 45-ші сабақ. Уақыт әлеміне саяхат. Түбір мен қосымшаның жазылуы. 30-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Жоғалтып алған күн. Бірде Витяның ағасына досы келеді. Ол бір күрсініп алып, малақайын лақтырып жіберіп, бір күнімді жоғалтып алдым, дейді. Досы кеткеннен кейін Витя ағасынан, күнді жоғалтып алу мүмкін бе? Олар бір-бірінен аумайды ғой, деп таңданады. Уақыт мөлшеріне қарай күндердің бәрі бірдей, бірақ олар бір-бірінен жасалған істер және тындырылған әрекетке байланысты ерекшеленеді, деп жауап бере отырып, ағасы ары қарай жалғастырады. Адам баласының пайдалы іс жасамаған, немесе көп білуге қажетті ешқандай әрекеттенбеген күні болса, онда ол бос өткен жоғалып, жоқ санатына есептелетін күн деп аталады. Сол күннен бастап Витя ұйықтар алдында бұл күні жасаған істері, білген мағлұматтары жайында үнемі айтатын болды. Сол әңгіменің соңында, бұл күнім босқа кеткен жоқ па? Мен оны жоғалтып алған жоқпын ба? Деп сұрайтын болды. Ал енді балалар, мәтін мазмұнына байланысты мұнда тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін неліктен жоғалтып алған күн деп аталған? Өз ойыңмен бөліс. Енді балалар, өз ойымызбен бөлісетін болсақ, мұнда егер де күніңіз босқа өткен болса, ешқандай да бір жұмыс бітірмеген, ешқандай бір нәтиже болмаса, өзіңіз мақтанып, марқайып айтатындай ешқандай іс әрекет жасамаған болсаңыз, онда бір күніңіз зая кеткен болып есептеледі екен. Демек, бір күніңді жоғалтып алдыңыз. Егер бір күннің ішінде пайдалы жұмыс бітірмесең, онда бұл күніңді босқа өткіздім деп есептей бер. Нақыл сөзінің мәнін топта талқыла. Мысалы, әрбір күнді есте қаларлықтай етіп өткізген абзал. Сонда ғана күніңіз босқа өтпеген болып есептеледі. Мысалы, үнемі білімді жетілдіру, пайдалы кітап оқу, үйірмелерге бару, үйде пайдалы нәрселермен айналысу деген сияқты. Сол себепті әрбір күннің уақытын бағалай білген дұрыс екен балалар. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Түбір сөздерге қосымшалардың жуан, жіңішке болып жалғану себебі неде деп ойлайсың? Мұнда балалар, қарамен жазылған сөздер досы, ағасынан, баласының, күндердің, әңгіменің екен, балалар. Мұны біз не себепті жуан, не себепті жіңішке болатын білуіміз үшін мұнда ережеге назар аударайық және ережені жаттап есімізде сақтап алайық. Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Мысалы, адам, дар, дың. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Мысалы, сурет, яғни е дыбысы бізде жіңішке, сурет, шілер. 31-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлем құрап жаз. Мұнда балалар, бірінші сөйлемге пайдалы іспен айналысқанда уақыт тез жылжиды. Келесі сөйлем, үй тапсырмасын орындағанша 1 сағат өтеді. Келесі сөйлем, демалыс күндері уақыт тез өтеді. Мен балалар осындай сөйлем құрадым. Сендер өздерің сөйлем құрап жазсаңдар болады. Келесі 32-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құра. Жұбыңа баянда, оның құраған мәтініне өз пікіріңді білдір. 32-ші жаттығу бойынша балалар, мен сурет бойынша мынандай әңгіме құрадым. Біз демалыс күні сыныптастарымызбен мұражайға бардық. Онда әр түрлі дәуірлер мен мәдениеттердің жәдігерлерімен таныстық. Мұражайдағы динозаврлар бөлімі ерекше әсер қалдырды. Бұл бөлімде динозаврлардың мүсіндері, олардың өмір сүрген кезеңдері мен эволюциясы туралы ақпараттар көп болды. Мұнда ерекше әсер алып, бізге қатты ұнады. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.